бисмилля. Қолымды өзі қатысқан сияқты. Бір запись кетті ғой да, точно тексеріп ал, мынадай қайталанбайды. Диктофон басылмай. Құрметті отандастар, бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн, тарихи жеңіс. Қазақстан дауысы мега жобасының тарихында болған алғашқы, қалай айтсам болады, тарихи жеңіс, иә? Қазіргі сәтті сөзбен жеткізіп беру өте қиын мен үшін шынымен. Бірақ осы орында отандастар қорына маған қолдау білдірген осы өз алғысымды білдіремін. Әрине Қазақстандағы, Өзбекстандағы және басқа шетелдегі барша қандас қазақ бауырларымыздың барлығының басын бір жерге жинап, осындай жеңісті сыйлағандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Әрине ол халықтың қолдауының арқасында осындай керемет, қалай айтсақ болады, қандас бауырларымыздың қолдауының арқасында осындай өз рахметімді алғысымды айтамын. Керемет. Ішінде енді эйфория болып жатқан шығар. Бірақ айта кету керек, құрметті отандастар, жеңіске жетуіне бірден бір себепші болған меніңше қазақтың қара домбырасының киесі деп ойлаймын. Самалтау әнімен шықтың, Самалтау әнімен аяқтадың. Бұл Самалтау әнінің мәнінде осы алыста жүрген ағайынның сағынышы, иә, атамекенге деген. Бұл әнді таңдауда ең бірінші бір өзің бір маған бағалып келеді деген ой болды ма, сол туралы бөліссең? Әрине. Әрбір сәтте, әрқашанда әрбір адамның жүрегінде не болса сол нәрсені осы ән арқылы тауып, жүрекпен орындайтын болса, әрине ол ән әрбір жүректерге ерекше жетіп барады деген. Ол нәрсе шынымен де мен өзімнің сезінген, жүрегімде сезінген нәрсені осы ән арқылы жеткіздім. Әрине бұны бүкіл қазақ елі көрді, қандас бауырларым, шетелдегі барша қазақтар қолдап отқан барша енді өзінің туған жеріне Қарақалпақстан, Өзбекстан қаншама жағда қаракөз қандастарымыз, бауырларымыз қолдады әрине. Осының барлығы Аллаға шүкір. Өз орнында, иә, Аллаға шүкір. Мұсаның барша қолдаушыларына рахмет. Азия дауысына қатыстың, Қазақстан дауысы жеңіп алдың. Бұйырса енді әлем дауысын жеңіп алдың. Алла қаласа, ендігі мақсатымыз осы түркітілдес халықтардың мәдениетін біріктіріп, осы өз өнеріміз, өз әніміз, өз әуеніміз, үніміз арқылы әлемге паш етіп, осындай бір керемет лайықты өнеріміз болу, Алла қаласа, біз әлемге. Рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Жарайсың.